табанасынан нәтиже түсіріп жатырмыз. Айтыңызшы. Мынау менің шешем марқұм осыны апарып бердім. Сахар деп не қылған шығар көз деп. Сөйтіп Азиз апайдан алғанмын. Сөйтіп Азиз апай маған берді. Қой сенің неңнің шешеңе берейін деп. Одан алып алдым да шешем апарып бесеуін беріп едім. Мен бесеуін іштім енді. Өзім кәртейгем, өзің іше бер деп. Сөйтіп мен 8 деген келдім алып не әжем ойбай деп мен іше салғам, мен бұның сахарын кетіретін қаяқтан білейін. Сөйтсем 4-те бірдеңке болды, сахарым түсіп кеткен. Жоқ сахар, мынадан ішкеннен. А так 8-ден асып жатыр еді ма? 8 деді. Мен ойбай қаяқтың сахары, мен құдай сахар емес шығармын. Жоқ, апа деді 8 болып. Неңіз нәтиже келді 8 деп келді деді. Қойды мынадан әшейін шешемкі апардым, шешем ішпеді, бесеуін ішті, өзім ішіп неғып тапсырсам жоқ болып кеткен ғой. Сахарыңыз нормально? Қазір нормализовать етіп, сахарым жоқ қазір, құдай сақтасын. Мынаны әшейін, қалғанын ішкем әшейін. Қалай іштіңіз? Конфетка, конфетканы сорып жүре бердім. Тамақ азанда тамақты алдына сап қоям. Сөйтіп тамағымды бір сағаттан кейін асып кетемін, мынаны істеймін, садикке жіберем нелерге. Сөйтем де тамақ ішем, сөйтіп түсте де іше салам. Кешке де іше салам, әйтеуір адағылайыншы деп та. Кейін тапсырсам жоқ қой. Сонда 3 мезгіл іштіңіз, иә? 3 мезгіл іштім. Сахарыңыз, 8-дегі сахарыңыз 4-те бірдеңке болып шықты. Жоқ деді. Сахар деген жоқ. Қазір міне сахар да жоқ, басқа да жоқ, ойнап күліп жүрмін. Міне көрдіңіздер ма қандай күшті. Біреуін ішкен өзінде. Әшейін мен ойлаған жоқпын сахарым кетеді деп. Тәтті сияқты кәмпит та, бірақ естіттім осы сахарға жақсы екенін. Рахмет. Күшті.